Мен инстаграмда айта алмадым, тиктокта бір рет блокқа тығып жіберген. Именно домогательство, сексуальное домогательство немесе каких-то насилие да в детстве көрген. Олар автоматты түрде әкесін былай айтқан кезде айыптайды. Өйткені әкесі кезінде қорғаған жоқ, әкесі қасында болған жоқ, әкесі кезінде біткен жоқ, сөйткен жоқ деп іштей қыз оны қабылдамайды. Өйткені эндометриоз бар әйелдер болса, астына жазып кетіңіздерші. Основном мен көп жұмыс жасадым, осы изнасилование болған, кішкентай кезінде домогательство болған. Домогательство деген сенің былай етектен төмен ұстау қажет жоқ, сенің қолынан немесе санынан ұстау былай жеткілікті, чтобы әйел адам кішкентай қыз өзін жек көретіндей. Сөйтіп ол не істейді? Содан бастап өзін жек көре бастайды. Өйткені основном жаңағындай кішкентай кезінен сондай домогательство көрген қыздарда эндометриоз көп кездесті маған. И щитовидкамен проблема. Постоянно щитовидкамен проблема. Өйткені сол моментте бір енді бәріміздің әке-шешеміз қасымызда болған жоқ. Ата әженің қасында өстік. Туысқандарды қалдырып кетіп отырды. Сол кезде біз ойымызға келмейді ғой, біреумен қызымыз тиеді деп. Бірақ сол кезде озабочен туысқандарыңыз сізге тиісіп, сіздің айтқаныңыз самооценкаңыз түсір жүрген. Сондай затты көрген қызда қандай болуы мүмкін самооценкасы? Ол өзін жек көреді. Ол өзінің денесін қабылдамайды, өзін кір санайды, өзін ничтожный санайды, өзін грязный санайды. Соответственно, сондай санаған қызға, өзінің самооценка санаған қызға сондай еркек кездеседі. Дәл солай. И сөйтіп екеуі қосылып, ана еркек өмірі бітін шығарып жатады ана қыздың. Понимаете, да? Өйткені қыз сұрай алмайды. Өйткені андай бар ғой, қыз уже самооценкасын бітін шығарып тастағанда, қыз еркегіне сұрай алмайды, маған ананы алып бер деп, сөйтіп көзін жұмып, шыдап жүре береді. Ана измена жасаса да, өйткені өз-өзін таза санамайды. Понимаете, да? И сол себептен ол айтқан кезде оның бәрі кішкентай кезде сол